Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгінгі рецепт өте ерекше, уақытыңызды алмайтын, жылдам дайындалатын рулеттер жасаймыз. Рулеттерді баялдыдан, яғни баклажаннан жасаймыз. Ешқандай қоруды қажет етпейтін, піскеннен кейін қытырлап, дәмі ерекше болып шығатын рулеттерді сіз де міндетті түрде жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен жуып тазаланған баялдыны дәл видеода көрсетілгендей етіп, ұзынша, жіңішке етіп барлығын кесіп шығамыз. Рулеттер піскеннен кейін бір келкі әдемі болып оралу үшін жұқалықтарын бір келкі дәл осындай етіп турап шығамыз. Баклажандарға аздап тұз сеуіп, бөлме температурасына 5 минутқа қоя тұрамыз. Енді противенге пергамент қағазын төсеп, духовкамызды 180 градусқа қосып дайындап қоямыз. 2 жұмыртқаны ыдысқа шағып, аздап тұз сеуіп, шанышқының көмегімен бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Екінші тарелкамызға панировочный сухари саламыз. Мен осы панировочный сухариді қолдандым. Осы панировочный сухаримен дәмі өте ерекше қытырлақ болып шығады. Барлық азық-түлік сатылатын базардан табуға болады. Енді баклажандарымызды алдымен жұмыртқаға екі жағын бірдей етіп батырып алып, одан кейін панировочный сухариға екі жағында бірдей етіп батырып алатын боламыз. Мінекей, дәл осылай барлық реттік баклажандарды қайталап шығамыз. Дайын болған баклажандарды противенге салып, қызып тұрған духовкада 180 градуста 15 минут пісіріп алатын боламыз. Ешқандай да қиындығы жоқ, майға қуырып уақытыңызды алып жатпайсыз, өте оңай, қарапайым, әрі сіздің қонақ келгенде дастарханыңыздың көркін ашатын, қонақтарыңыз сүйсініп жейтін тіске басардың бірі. Достар, сіздерге видео рецепт ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, келесі жаңа видеомды жіберіп алмас үшін қоңыраушаның белгісін басып қойыңыз. Дайын баклажандарды 15 минутқа 180 градусқа қызып тұрған пешке саламыз. Салмасына жуып тазаланған салат жапырағы және қалауыңызша укроп, 3 тіс чеснок, қызанақтар керек болады және майонез салатын боламыз. Қызанақтарды теңдей екі бөлікке бөліп, керек емес жерін алып тастаймыз және рулетке орауға ыңғайлы етіп, ұзынша етіп видеода көрсетілгендей турап шығамыз. Құрамына қажетті ингредиенттерді описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Майонезді ыдысқа салып, үстіне 3 тіс чеснокты үкіштің көмегімен немесе осылайша езіп салсаңыз болады. Егер ашты болғанын қаласаңыз, чеснокты тағы 1-2 данасын қоссаңыз болады. Енді майонез бен чеснокты жақсылап бір келкі етіп араластырып қоямыз. Салмасын дайындағанша, мінекей біздің баклажанымызда пісіп дайын болды. Енді ыстық күйінен 5 минутқа қойып суытатын боламыз. Суыған баклажандарға майонезді кішкентай қасықтың көмегімен жағып, ұзынан жағып шығамыз және салат жапырағын ыңғайлап қойып, ортасына помидорды салып, рулет тәріздес етіп ораймыз. Осылайша оп-оңай рулеттеріміздің барлығын орап, тарелкамызға салып қоятын боламыз. Баклажаннан дайындалған тіске басарымыздың жартысын салат жапырағымен, жартысын укроппен әсемдеп шықтым. Әркімнің өз қалауынша укроппен де өте ерекше дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіз, жақындарыңызды қуантыңыздар. Видео ұнады деген ойдамын. Видеом ұнаса лайк басып, комментарийға өз пікіріңізді жазып кетіңіз. Міне дайын болған рулеттерге осындай бальзамический соуспен әсемдедім. Бұл бірақ міндетті емес. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Ұлданай. Келесі видео рецептте кездескенше сау болыңыз.